Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақ жасайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: жаңа сойылған жылқының еті, оның іш майы, өкпесі, қалауыңызша картошка және пияз. Етті жақсылап жуып, тазалап алғаннан кейін алдымен осылай іш майды турап қазанға дайындаймыз. Қазанымызға сұйық майды құйып, қыздырып, оның үстіне іш майды салып, жақсылап қуырамыз. Іш майды жақсылап қуырғаннан кейін астын басып қойыңыздар. Осылай етті турап, біртіндеп қазанға сала бастаймыз. Өкпені де осылай турап, қуырылып жатқан еттің үстіне саламыз. Барлық ет салынғаннан кейін осылай араластырып аламыз. Тұзымызды сеуіп, тағы да араластырып қуырамыз. Қуырылғаннан кейін баяу отта астын басып 1,5-2 сағат пісіреміз. Картошканы осылай ірілеу қылып тураңыздар, сол кезде езілмей піседі. Қуырылып жатқан еттің бетіне картошка тастайсыздар, одан кейін пиязды турап, пияз тастайсыздар. Аздап тұз сеуіп, бетін жауып, баяу отта 1,5-2 сағат пісіресіздер. Дайын болған қуырдақты бір араластырып алыңыздар. Дәмі енді керемет болды. Еті жұмсақ, осылай сочный болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.